Баршаларыңызға сәлем. Бүгінгі біздің Қазақстан тарихынан кезекті бейне дәрісімізді түсіндіретін боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз қимақ қағанаты. Яғни 9-11 ғасырлар аралығында өмір сүрген қимақ қағанаты жайлы түсіндіретін боламыз. Жалпы қимақ қағанатының шығу тегі және ұлы көші-қоны жайлы айтар болсақ, бұл 7 және 9 ғасырлар аралығын қамтиды. Жалпы бізде 7 ғасырдың ортасына қарай, яғни 656 жылдар шамасында қимақтар бізде бастапқы кезеңде батыс Моңғолия аймағында өмір сүрген болатын. Осы 656 жылға дейін, ал 656 жылы, яғни 7 ғасырдың ортасы кезінде қимақтар батыс түрік қағанатының құрамына келіп, Қазақстанның шығыс бөлігі, яғни Алтай, Тарбағатай, Ертіс өңіріне қоныс аударған болатын. Сонымен қатар араб, парсы, түркі және қытай жазбалары қимақтардың батыс Моңғолиядан шыққанын толық растайды. Яғни бастап кезде қимақтар батыс Моңғолия даласында өмір сүрген, ал осылай 656 жылы бізде белгілі себептермен Қазақстанның шығыс бөлігіне қоныс аударған болатын. Қандай себептер екенін қазір айтатын боламыз. Аумақтық бекіну және кеңею туралы айтар болсақ, мына бөлікте бізде батысқа қоныс аудару себептері жазылып тұр. Яғни қимақтар неліктен Қазақстанның шығыс бөлігіне батыс Моңғолия аймағынан келді. Ең алдымен экономикалық себеп, ол қимақтар көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан болатын, малдарына жер керек болған болатын. Осылайша бізде жайылымдар қажеттілігі қимақтарды батыс Моңғолиядан батысқа қарай көшуге мәжбүр еткен болатын. Сонымен қатар бізде әскери және саяси қысымдар болған болатын. Бізде қимақтардың батыс Моңғолия территориясында көршілері болған болатын. Олар Енисей қырғыздары және ұйғыр қағанаты. Осы екі қағанаттың немесе екі мемлекеттің қысымымен осы қимақтар көшуге мәжбүр болған болатын. 766-840 жылдар аралығында қимақтардың негізгі аумағы батыс Алтай, Тарбағатай, Алакөл ойпаты болған болатын, яғни Қазақстанның шығыс бөлігі. 8-9 ғасырлардағы шекарасына келер болсақ, бірте-бірте олардың қимақтардың аумағы ұлғайып, шығыста Ертістен Жоңғар қақпасына дейінгі аумақталған болатын, ал ең үлкен кеңеюі бізде батыста Қазақстанның батыс бөлігіне дейінгі жерді қамтыған болатын, яғни батыста Жайық өзені, Орал өзені аймағына дейін шекарасы кеңейген болатын. Осы шығыс Қазақстан мен батыс Қазақстан аралығын алып жатқан болатын. Сонымен қатар солтүстік Қазақстан бөлігі де кірді. Қимақ қағанаты жалпы 9 ғасырдың ортасында мемлекет ретінде құрылады. 840 жылы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін оған енген тайпалардың бір бөлігі осы қимақтарға келіп қосылады. Ал 8 ғасырдың соңында, яғни 790 жылдар шамасында осы қимақтардың бірлестігінде көптеген қыпшақ тайпалары енеді, яғни өздеріне қосып алады. 9 ғасырдың ортасында, яғни шамамен 840-850 жылдар аралығында қимақ қағанатының құрылуы толық аяқталады, яғни қимақ қағанаты толығымен құрылады. Демографиясына келер болсақ, яғни халық құрамы қимақтардың негізгі құрамында көптеген қыпшақ тайпалары басым рөл атқарған болатын, яғни қыпшақ тайпалары мемлекет құрамында сан жағынан абсолютті басым болды. Тайпалардың саны туралы айтар болсақ, парсы тарихшысы Гордезийдің, яғни 11 ғасырда өмір сүрген жазуы бойынша қағанат құрамында 7 тайпа болған. Мемлекеттік басқару жүйесіне келер болсақ, билік пирамидасы, яғни иерархиясы, ең алдымен жоғарғы билік ұлы қағанат алды. Қағанаттың жоғары бас қолбасшысы саналды. Екінші деңгейде шат түтіктер болды. Ол шат түтіктер тайпа басшылары, билеуші көсем мағынасын береді. Ал әкімшілікке келер болсақ, деректерде кездесетін 11 басқарушылар жүйесіне негізделген билік болған болатын. Саяси өмірде беделі ең күшті болған топ ол әрине әскери қызметкерлер болатын, яғни әскерлердің қолбасшылары және тағы басқалары. Мұрагерлік жүйе осы қимақтарда орын алған болатын. Жергілікті билеушілер билікті балаларына мұраға қалдырды. Яғни алайда олардың билігін міндетті түрде қаған бекітуге тиіс болды. Яғни жаңағы шат түтіктер өздерінің балаларын өз лауазымына мұрагерлік жолмен беріп отырған болатын. Алайда оны бекіту үшін қағанның рұқсаты керек болды. Сонымен қатар әскери машина және қорғаныс жүйесіне келер болсақ, яғни қимақтардың қорғанысы мемлекетте көптеген қамал қалалар салынды. Оған дәлел ретінде Алакөл аймағын тұтас қамал қалалар жүйесін табылғандығы дәлелдейді, яғни Алакөл аймағынан тұтас қамал қалалар орны табылған.
Қимақ әміршісі ұлы патшалардың санатында және беделі жағынан даңқтылардың бірі саналған болатын. Әскер құрылымына келер болсақ, 9 ғасырда рулар жасағы ретінде құрылды. Негізгі күштері темір сауытты салт аттылар, яғни мынау Еуропадағы кавалерия сияқты құрылған болатын осы қимақтарда. Қол астындағы барлық халық иеліктерге бөлінді. Жер және әскер жүйесі қаған әскери қызметіне қарай жер үлестірді. Яғни бұл жерде жер және әскер жүйесінде туралы сипаттама берілген. Қаған әскери қызметіне қарай жерлерді бөліп беріп отырған болатын, өзінің құрамындағы әскер басшыларына немесе халық әскери шенді адамдарға. Сонымен қатар қол астындағы барлық халық иеліктерге бөлінеді. Яғни өзінің халқын иеліктерге бөліп басқарған. Сонымен қатар урбанизация және қос астана жүйесіне келер болсақ, қимақтарда екі орталық болды деп айтсақ болады. Яғни бас астана ол Имақия қаласы, орналасуы әрине Қазақстанның шығыс бөлігі Ертіс өзенінің жоғарғы ағысында. Мемлекеттің орталығы осы Имақия қаласы болған болатын. Оны біз қайдан білеміз? Оны біз араб саяхатшыларының жазбаларында қағанның Ертіс бойындағы бас ордасы ретінде көрсетілгенінен аңғарсақ болады. Сонымен қатар екінші астанасы ол Әл-Идрисидің деректерінде кездеседі. Ол Каранча қаласы. Орналасуы ол да Қазақстанның шығыс бөлігі Алакөл көлінің жағасында. Каранча қаласы. Сипаттамасына келер болсақ, Әл-Идрисидің картасында ерекше белгіленіп сипатталған стратегиялық орталық. Бұл аймақтағы қалалардың басым бөлігі сауда және қорғаныс қызметін атқарды. Дала экономикасы және әлеуметтік жіктелу, сонымен қимақтар негізінен көшпелі мал шаруашылығы болғанымен, оларда жатақтар болғандығын біз Махмұд Қашқари дерегінен білеміз. Енді көшпелілік туралы айтар болсақ, қимақтардың кәсібі көшпелі мал шаруашылығы, яғни жылқы, қой, сиыр өсірді. Яғни сиырды азырақ өсірді деп айтсақ болады. Әлеуметтік қатынас жүйесі, шаруалар өз мырзаларының малын бақты. Қысқы қамдану, қысқа арнап әрқайсысы шама-шарқына қарай қой, жылқы немесе сиыр етін сөйлеп алған. Сонымен қатар жатақтарда болды. Жатақтардың кәсібі қолөнер және балық аулау. Мәртебесі малы жоқ кедейленген топ. Малсыздар көшпелі өмірден қол үзіп, отырықшы жатаққа айналып кеткен болатын. Мәдениет, дін және жазу жүйесіне келер болсақ, дін және наным сенімі, жалпы қимақтар тәңірге табынып, ата-баба рухына сыйынды. Ескерткіштері Шығыс Қазақстандағы қимақ кезеңінің ескі қорымдары оларда жерлеу салтының әртүрлі болғандығын көрсетеді. Көне түркі жазуы 9-10 ғасырлар. Ертіс бойы мен Тарбағатай тауларынан ежелгі түрік жазулары табылған. Яғни ол қимақтардың мәдениеті сонымен қатар жазу жүйесі болғандығын дәлелдейді. Қола айналардағы жазулар қимақтардың жоғары мәдениетін дәлелдейді. Жазу құралдарына келер болсақ, жазба деректер қимақтардың хат жазу үшін арнайы қамыс қалам пайдаланғанын көрсетеді. Тарихи дереккөздер диагностикасы, қимақтардың тарихы парсы, араб және түркі ғалымдарының еңбектерінен жинақталады. Яғни Гардези, Әл-Идриси және Махмұд Қашқаридың деректеріне сүйеніп, осы қимақтарды сипаттасақ болады. Мысалы, Гардези, яғни парсы тарихшысы 11 ғасырда осы қимақтардың шығу тегі мен тайпалық одақтарын сипаттаған болатын. Сонымен қатар тайпалар саны 7 тайпа деп сипаттаған болатын. Элита мен шаруалардың мал бағу, ет сүрлеу дәстүрлерін сипаттап өткен. Ал Әл-Идриси араб ғалымы қимақтардың урбанизация және орналасқан аймағы қалалары туралы зерттеу жүргізген, зерттеу деректер қалдырған. Каранча қаласының сипаттамасы, яғни 16 қимақ қаласының картасын белгілеген. Махмұд Қашқари түркі ғұламасы, зерттеу нысанасы экономика және әлеуметтік топтары, қимақтардың кедейленген көшпелілердің жатаққа айналып, балық аулау мен қолөнерге көшуін сипаттаған. Геосаясат және сыртқы саясатқа келер болсақ, бізде батыста бейбіт қатынастар орнады, оғыздармен тұрақты бейбіт қарым-қатынас орнатқан болатын қимақтар. Ал шығыс бөлігінде жорықтар мен экспансия, Енисей қырғыздарының еліне баса көктеп кіріп, әскери жорықтар жасады. 10 ғасырдың басында Шығыс Түркістандағы Тоғызғұздардың Жамлекс қаласын басып алды. Оңтүстік бөлігінде қорғаныс позициясы, яғни қимақтардың оңтүстік бөлігінде қарахандар өмір сүрді. Қарахандықтар қимақ жеріне бірнеше рет әскери жорықтар жасап, Ертіске дейін жетті. 6 ғасыр дипломатия және жібек жолы, шекарадағы тыныштық. 10 ғасырдың басында қимақ қағанатының шекарасында толық тыныштық орнады. Яғни дипломатия орнады деп айтсақ болады. Көрші елдермен қағанат әскери шабуылдарды тоқтатып, оны көршілермен тату дипломатиялық қарым-қатынаспен алмастырды. Континенталдық сауда.
Ұлы Жібек жолының тармақтары тікелей ертістегі қимақ қағанының бас ордасы Имақияға дейін жеткен болатын. Осылайша бізде сауда дамыды. Құлдырау себептеріне келер болсақ, ішкі жіктер мен сыртқы қысым 10 ғасырдың екінші жартысынан бастап құлдырау белгілері байқалды. Негізгі себеп ішкі қауіп, сыртқы факторлар болып табылады. Жеке жер иеліктерінің билеушілері орталыққа бағынбай дербестікке ұмтылды. Қыпшақ тайпаларының көсемдері өздерінің дербес мемлекетін құру үшін ашық күреске шықты. Яғни Жанақ қаған ислам дінін қабылдап, қимақтарда өзін Ибн Хакан әл-Имақи деп атады. Бұл дәстүрлі элитамен байланысты әсер етті. Яғни былайша айтқанда авторитарлық режимін күшейтіп жіберген болатын. Осылай бізде қимақтардың ішіндегі тайпалар бірте-бірте билікке таласа бастаған болатын. Сыртқы қауіп сонымен қатар Қарахандардың соққысы болды. 10 ғасырдың екінші жартысында Қарахан мемлекеті қимақтардың жеріне жойқын шабуылдар жасаған болатын. Қағанаттың құлауы және тарихи мұрасы. Құлауы 11 ғасырдың басында ішкі және сыртқы соққылардың салдарынан қимақ қағанаты өмір сүруін тоқтатты. 11 ғасырда бүкіл қимақ жерін басып алған тайпа ол қыпшақтар болып саналады. Қимақтардың орасан зор жер аумағы, халқы және әскери жүйесі жаңа Қыпшақ бірлестігінің құрамына өткен болатын. Осылайша біз бүгінгі қимақ қағанаты дәрісімізді қорытындылай кетер болсақ, хронология және географиясы 9 ғасырдың ортасы мен 11 ғасырдың басына дейін өмір сүрді. Шекарасы шығыста Алтайдан батыста Жайыққа дейінгі аймақта алып жатқан болатын. Қалалар және мәдениеті астаналары Имақия ертіс бойында, ал екінші астанасы Карантия жаңа Әл-Идрисидің деректерінде кездеседі. Бұл Алакөл көлінің маңында орналасқан. Мәдениетіне келер болсақ, көне түркі жазуы болды, тәңіршілік дін ұстанды. 16 қаласы болғандығын Әл-Идрисидің дерегінен білеміз. Билік және демографиясына келер болсақ, билеуші ұлы қаған аталды, тайпа басшылары шат түтіктер деп аталды. Тайпалар 7 тайпа, қыпшақтар басым көпшілік, яғни Гардезидің дерегі бойынша. Экономика және құлдырауына келер болсақ, шаруашылық. Негізі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы, кедейлер жатақтар деп аталған болатын, яғни жатақтары болды. Оны біз жаңа Махмұд Қашғаридың дерегінен білдік. Құлау себебіне келер болсақ, Қыпшақ көсемдерінің дербестікке ұмтылуы және қарахандықтардың шабуылы осы қимақтардың құлауына себеп болған болатын. Осылайша қимақтардың толық жер аумағы Қыпшақ тайпаларына өткен болатын. Осылайша біз бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса астына жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.